Видео монтаж жасайтын программаны көшіруді бастайық. Ең бірінші OpenShot деп жазамыз. Және де мына жерде міне официальный сайтта openshot.org осыған кіріп, осы сайттан мына жерде download көшіру. Және де мына 64 разрядный система. Соған мынаны басып скачать етеміз. Бізде загрузка басталды. Маған бұны загрузканы бітіріп қажеті жоқ. Мен отмена деп басам, өйткені менде рабочий столда ол бар, орнатылған программа. Мына жерде скачать етіліп біткеннен кейін оң жақ батырманы басасыңдар да, показать в папке деп басасыңдар. Сол кезде қажетті папканы басады, шығарады. Мысалы, қажетті папканы загрузки. Қазір мен сол папканы көрсетейін сендерге. Загрузки. Так, загрузкенің ішінде мына жерде менде болу керек OpenShot. Так. Вот OpenShot осындай болады мне. Так. Осыны мышкамен екі рет басасыңдар, не Enter басасыңдар. Содан кейін загрузка басталуға жетті. Запустить дейсіңдер. Одан кейін программа орнатылып бітеді толығымен. Программа орнатылып біткеннен кейін сендерге рабочий столда мына жерде сендерде OpenShot деген программа болады. OpenShot программасын ашқан кезде бізде рабочий область осындай болып келеді. Сол жерде мына қара көріп тұрған жерде, мына қара осы жерге біз керекті файлдарды келу керек. OpenShot программасының ссылкасы осы видеоның астында болады. Сол ссылка арқылы кіріп программаны скачать етуге болады. Ары қарай қажетті папканы ашамыз. Сол жерден біз видеоға келейік. Ең бірінші міне папканың ішіне мен қажетті видеоны келдім. Осы видеоға мен монтаж жасағым келеді. Және қасына тағы да бір видеоны қосайын. Так, минута 58. Так, уақыт өте ұзын екен, қажет емес. Так. Дальше любой логотип, да? Закрыть. Логотип. Енді сурет керек болса, сурет загружать етуге болады сендерге. Так, ары қарай музыка. Давайте подходящий бір музыканы келейік. Музыка, так, загрузки. Музыкалар шығар. Dragon, Cinematic, Lenomon Holland, интро. Давайте мынаны загружать етейін музыка. После загружать еткеннен кейін керекті видеоларды. Бұны астыңғы жақтағы дорожкаға кеп қоямыз. Так, мына жерде проигрывать етіп жүрген загрузка болу керек. Но жарайды. Пробел бассақ, бізде проигрывать етеді. 35 американец на днях потерял. И мына жерде бізге не істеуге болады? Мына жерде видео мысалы қажетті жерінен, лишний жерін бізге кесіп алып тастауға болады. Кесіп алып тастау үшін мына жерде қайшыны таңдаймыз. Мышканың сол жақ батырмасымен. Сосын мысалы мына 12 секундта бізге керегі жоқ. Бірақ 12 секунд ішінде миллисекунд бар. Оны көру үшін мына жерде плюсты басамыз. Яғни дорожка үлкейеді. Аралық 1 секунд. Мынау яғни 12 секунд и 500 миллисекунд, иә. Ары қарай мына жерде қажетті жеріне әкелеміз де қайшымен таңдаймыз. Яғни бізде объект осылай кесіледі видео. Қайшыға қайтадан келеміз де керек жоқ жерін. Мысалы вообще мына жер керек жоқ болса, бұны біз оң жақ батырманы басып удалить клип дейміз, не delete басамыз клавиатурада. Яғни мына жерде тағы да бір қажетті жерін таңдап алайық. Бізге мысалы 17 секундтан ары қарай қажет емес. Мынау осы аралықта 13 секундтан 17 секундқа дейін. Тағы да қайшыны таңдаймыз да қажет жерге келіп, мына жерде кесіп алып тастаймыз. Қайтадан қайшыны бір рет басамыз сол мышкамен, яғни мына жерде убрать деп басамыз, не delete кнопкасын басып таңдап, және мына екі жерді бір-біріне былай қосуға болады. Так, мына жерде секундты 1 секунд емес, аралығын 5 секунд сайын, 10 секунд сайын қылайық. Енді осы екі аралыққа мысалы мен мына интроны қосқым келеді. Интроны қосу үшін екеуінің аралығын ашып, осы файлды екеуінің арасына қосса, міне бізде бір видеодорожка, полноценный видеодорожка пайда болды, иә. Ақырында көрсек болады. Ключи от машины и автозаводки. В общем. Дальше интро кетті. Интро басында ойға болады. Сіз өзіңіз қай жер таңдау керек екенін өзіңіз білесіз, да, мысалы. Енді не істейміз ары қарай? Енді мына жерде мысалы музыка қою керек. Музыканы сол жақ батырманы басып, мына дорожкаға кесек,
мына жерде бізде музыка қосылды. чипа. Бірақ бір жағында музыка, бір жағында видеоның звугі, иә. Оны алып тастау үшін мышканың оң жақ батырмасын басамыз да отделить звук, один фрагмент деп бассақ, не звук пайда болды. А мынау видео бізде без звук қалды. Яғни міне звуковая дорожка. Бұны біз керек жерге келгіге болады, бірақ біз бұны өшіруге керек емес бұл бізге, удалить. Бізге таза өзіміздің мелодиямен керек. Яғни не звук жоқ. Дальше біздің мелодия ары қарай без звука кетті. Осылай сіз өзіңіздің музыкаңыздан мысалы былай қайшымен кесіп тастауға болады, екіге бөліп, керек жоқ жерін мысалы мына жаққа не звугыңызды тоже қалай істеуге түсіндіңіз, в общем, қалай жұмыс жасауға болады екен. Так, енді мына жерде тағы функциялар бар, ең керекті функциялар мысалы сізге. Мына звуктың мысалы громкостьін біраз азайтқыңыз келсе. Так, громкость, мысалы, начало клип или весь клип, звук, допустим, 10% десеңіз, бұл звук ақырын шығады, толық дауыспен емес, ақырын шығады. Так, тағы да, мысалы, мына жерде тағы да титр бар. Титры, стандартный титры, сіздің бір видеоңыз басталған кезде, мысалы, мына титрлардың біреуін таңдауға болады. Және мына жерге атын жазасыз титрдің. Мен ештеме жазбай қоя салайын. Сохранить. И менде міне титр пайда болды. И мына жерде басталған кезде менде мына жерде титр болады, мысалы. Так, титр. The title. Осының орнына сіз өзіңізге қажетті, мысалы, любой атты жазсаңыз болады. Или мына видеоның қасынан мына келсем, мен мына жерге. Менде видеоның астында осы title тұрады. Яғни осы title-дың орнына сіз өзіңізге қажетті, мысалы, қандай сөз жазғыңыз келеді, сол сөзді сіз жазуға болады. Так, яғни мынау жоғары уровеньде тұру керек. Так, по-моему, так, былай. Енді көрейік. Так. Вон, the title, видите, осы жерге сендер өздеріңе қажетті не жазғыларың келеді. Батын ба, мысалы, қалай машинасынса жөндеуге болады, тағы да басқаша, да? Осы жерге title келтіруге болады. И тағы бір возможность бар, переход. Так, енді переход жасау үшін мына жерде, мысалы, так, переходқа клик, мысалы, переходтың біреуін таңдайық, мысалы, мына переходты таңдайық. Мына жерге әкелейік. Енді бұл переходты бұлай әкелсек, мысалы, осы екі видео екеуінің аралығында уақытын кішірейтейік. Көп уақыт керек емес, мысалы. Мынаны басына апарайық, енді переходты қараймыз. Жаңа таңдаған переход. Бізде міне видеоның переходы болды, кішкентай ғана уақытта, көрдің ғой. Так, бұлай үлкейтейік. Мына жерде переходтар маған ұнамайды, мысалы, качестволарда переход пайда болды келесіне. Так, ары қарай эффектіға кеттік. Эффект, мысалы, мына эффектін таңдасақ мына видеоға. Мысалы, бізде мына рамкасын көрдіңдер ме? Рамкасы бізде басқаша болды. Ол жерде мынандай знак шығады. Оны удалить ету үшін B-ны бассаңыздар, толығырақ өзінің қалпына келеді. Так, размыть. Надо мына видеоға келу керек. Осы видеода біз анық көреміз размытиені. Давайте, былай. Көрдіңіз ба? Қазір бізде міне видеоның качествосын көрсеңіз, міне размытый. Дұрыс көрінбейді. Сол сияқты әртүрлі мұнда таңдауға болады. Давайте волнаны көрейік. Размытиені мына жерден оң жақ мышканы басып удалить дейік. Волнаны кеп қояйық. Көрейік. Волна болғанда қалай болады? Вот волна. Ғажап, иә? Бір миражды өрнектесек, мысалы, күннің ыстығын Сахарада мысалы керек, да? Не осылай жасауға болады. Енді ең маңыздысы осы программада қалай істейміз? Енді экспорт жасау керек. Видеоны экспорт жасау үшін мына экспортиры видео қызыл нені басамыз. Басқаннан кейін тақырыбын таңдайық, мысалы. Учеба, да, оқу, білу, да, әртүрлі. Так. Керекті папка қай жерге сақтаймыз, сол папканы тақтайық. Мысалы, обзор, өзіңізге қажетті папка, мысалы, рабочий стол. Выбрать папку, да, окей, маған қажет емес, мен баспаймын. Ары қарай формат. Так, мына жерде разрешениесін таңдайық. Көбінесе разрешение 25 кадр 1080p. Осы стандартпен сақтасаңдар болады. 4К қажет емес, 780-720 ол өте аз. Өз стандартымен ол 25 кадр в секунду. Осыны таңдауға болады. Качество высокое и ары қарай экспорт бассақ, мысалы, процент до конца барғаннан кейін
өздеріңіздің папкадан ашып жасаған видеоларыңызды көруге болады. Проектіні мына жерде сохранить етуге болады. Сохранить еткеннен кейін келесі жолы редактор жасаңыз ары қарай редактировать етсеңіз болады. Өте ыңғайлы программа, оңай, түк қиындығы жоқ.